Армысыздар, құрмет телекөрермендер. Көкпар десе көкке секіретін қадірлі ағайын. Естеріңізге тағы да бір сала кетейік. Сіздердің тамашалап отырғандарыңыз жастар көкпар лигасы аясындағы студенттік лига. Бұл елімізде тұңғыш рет туын көтерген студенттер арасындағы үлкен дода және көкпардың жаңаша заманауи үлгісі. Ал сіздермен бірге болатын жастар көкпар лигасының тұрақты комментаторы мен Елдос Үмбетәлі. Бүгін студенттік лиганың жартылай финалында еліміздің 2-1 оқу орны додаға түседі. Қазақ ұлттық аграрлық университеті Сарыжидеде өнер көрсетеді. Қазақтың ұлттық университеті Қаражидеде өнер көрсетеді. 2-1 құрама командалармен таныс болыңыздар. Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Екінші номерде Қайман Нұраділ 1993 жылы Алматы облысы Райымбек ауылында дүниеге келген. Бойы 1 метр 85 сантиметр, салмағы 100 килограмм. Астындағы тұлпары шабан қарақасқа. Үшінші номерде Батырхан Расылхан 1998 жылы Тараз қаласында дүниеге келген. Бойы 1 метр 78 сантиметр, салмағы 58 килограмм. Астындағы тұлпары құлақасқа. Төртінші номерде Дәулет Есберген 1993 жылы Жамбыл облысы Құлан ауылында дүниеге келген. Бойы 1 метр 86 сантиметр, салмағы 82 килограмм. Астындағы тұлпары Қарпан Нұрбол Бөрібек 1992 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Бойы 1 метр 81 сантиметр, салмағы 87 килограмм. Астындағы тұлпары Күрең Шауқар. Абылайхан Қожамбердиев 1997 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Бойы 1 метр 82 сантиметр, салмағы 67 килограмм. Астындағы тұлпары Бесқасқа. Төртінші номерде Ерман Жақсылықов 1998 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Бойы 1 метр 87 сантиметр, салмағы 90 килограмм. Астындағы тұлпары Арасан. Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Ат десе аттанатын, салт десе сақ тұратын, дәстүр десе дайын тұратын қазақ елінің ұрпақтары. Бүгінгі көкпар қайтадан сіздердің алдарыңызға, назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен Қазақ ұлттық университетінің палуандарының ортадағы ұлттық ойыны көкпар. Мінекі ардақты ағайын, ортадағы көкпарға назар аударайық. Қараңыздар, 2-1 құрама команданың палуандары екінші номердегі Абылайхан Қожамбердиевтің тақымға әдемілеп басқанын көріп еді, алаңның сыртына шығып кетті ағайын. Ереже бойынша білесіздер, алаңның сыртына шығып жатса, ортадағы кіші шеңберден басталып 2 минут уақыт беріліп, екі палуанның жекпе-жегі. 2-1 палуан мінеке жекпе-жек ортада. Үшінші номердегі Дулат Есбергенов пен Абылайхан Қожамбердиевтің жекпе-жегі. Астындағы тұлпардың Абылайхан Қожамбердиевке ыңғайын барынша келтіріп беріп жатыр. Абылайханның еңкейгені. Мінеке Абылайхан өзіне сол қолында қарай ыңғай келтіріп, қараңыздар, әлі де болса Абылайханның қолында қараш қарсыласқа дейін бермей ұзатып, бір минутты, әдем бір секундты күтіп тұрған сияқты. Абылайханның бұл да бір өзінің тәжірибесі. Ар жағындағы Дулаттың қол созып, қол жетпей қалғанына намыстанып тұрған көрінісі қалай болады екен? Әлі де болса Абылайхан мен қараңыздар, Дулаттың негіз көтермеу керек еді. Көтеріп, мына жерде Абылайханға керісінше көмектесіп жіберді. Көрдіңіздер ма? Ол да бір Абылайханның өзінше бір тәжірибесі. Әне, Абылайханның тақымына барынша көкпар серке салынды. Енді қалай болады екен? Тақымдағы көкпар қазандыққа барып салынса, нұр үстінде нұр болатыны. Бірақ алаңның сыртына шығып кеткенін көрдіңіздер. Қайтадан ортадағы жекпе-жекке назар аударамыз. Абылайхан барынша әдемі басып алды. Бірақ аттың үстінде тұрып енді аттың тізгініне қамшыны тістеп алып,
тақымға ие болудың өзі оңай емес ағайын. Ат үстінде тұрып актерлар сияқты 3-1-де рөлді ойнап жатыр. Көкпар жылқыларының дені айғыр болады ағайын. Өздеріңіз білесіздер, айғырдан басқа жылқы түлігі додаға түсу мүмкін емес. Түсіп жатқан жағдайдың өзінде соңына дейін шыдау мүмкін емес. Көкпарға лайық айғырдың сипаты мінезі кең, басы еттіз, қамыс, мүкіс құлақ, салпы ерін, түйе түс, кірпік қасы, құйрық жалы, кекілі мол, кеудесі кең, жүндес, бүкіштеу, шоқтығы биік, мықыны тар, жаясы жалпақ болып келеді. 4 аяғын тең басқан, жерге қаққан қазықтай нық басуы шарт. Жіліншіктің сіңірлері білеуленіп, бөлектеніп тұрады. Бақайы қысқа, алдыңғы аяқтарының бақайы артық, бақайынан тұрқы сәл ұзындау, тұяғы жұмыр әрі берік, жер соғар қалың шашалы келеді. Кісінегенде арқырап тұрып кісінейді. Ал жігіттің де мінезі дәл айғырдың мінезіне лайықты болу керек ағайын. Көрдіңіздер, студенттер арасынан әдейілеп жүрегінің түгі бар, білегінің күші бар, салмақты, ер мінезді, сабырлы, астындағы айғырға лайықты жігіттер таңдап алдық. Арасынан суырылып шықты. Іріктелгенде таңдалған едік, таңдаудан қалған тарландар едік. Міне, осы бір 2-ші нөмірдегі Абылай ханның сол студенттердің арасынан таңдалғаны, міне бүгін нәтижесін көріп отырмыз. Міне, Аллаға мыңда бір сансыз шүкір, Абылай ханымыз тақымға қараңыздар сағайын, әдемілеп басып алды. Қазандықтың түбін аңдып жүр. Қазандықтың түбін аңдып жүр. Қызырлауға келген жігіттер сияқты. Қазандықты аңдып. Бір әдемі мүмкіндік болса, мүмкіндікті жібермеуге дайын тұрған Абылай ханды көрдіңіздер. Абылай ханның тақымға дейін басуы, жекпе-жектен жеңіп алуы бәрі жақсы. Бірақ қазандыққа барған кездегі жағдайлар аттың басына ие болмай алаңнан шығып кетіп жатыр. Енді қадірлағайын есеп әлде болса 0-0 Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен Қазақ ұлттық университетінің палуандары 2-1 университеттің намысын қолдап келіп отыр ағайын. Мыңдаған студенттердің арасынан шыққан. Қараңыздар, 2-ші нөмірдегі Қайман Нұраділдің жекпе-жекті бастай салып, тақымға басып үріп, қамшы салып баратқанын көрдіңіздер. Қараш ағайын, қазақтың жігіті жануарға қамшы салып баратса да жараса да ағайын. Қамшы салмаса, топты жармаса, қазандыққа бармаса, серкені жерден алмаса, құлақтың, жүректің құршыны қанбаса, несіне көкпар ағайын. Міне, Қайман Нұраділдің айтып, бітпей-ақ ауыз толтырарлықтай бір салымға ие болды. Қайман Нұраділ, жарайсың ағайын, қазақтың жігіті ат үстінде, атқа қонды. Есеп осымен 1-0, әлде болса алдыда уақыт бар. Енді соңына дейін қалай болады екен, не өзгерістер болады? Қазақ ұлттық университетінің палуандары толықша мүмкіндігімен өзінің міндеттерін атқара ала ма? Бұл жерде көріп отырсыздар, 3-3 көкпар тартысып жатыр. Біріншісі қорғаушы қызметін атқарса, екіншісі ортада қағып соғып, біреуін қорғап, екіншісінде әдейі мүмкіндік беріп жатады. Ал үшінші палуан шабылушы ағайын. Салымға, салғанға, алып қашқанға дайындап бергенді, былайша айтқанда шайнап бергенді жұту керек. Біреуі қорғап тұрса, біреуі серкені тақымына басып берсе, үшіншісі шабылуды мықты жасаған кезде ғана, бірлесіп тартысқан кезде ғана көкпар болады ағайын. Бұл өзі өмірде де сол ғой. 5 саусақ жұдырықтың өзі жұмылған кезде ғана. Міне, Қайман Нұраділ серкені икемденіп өзің сол аяғына қарай көбін қайланады екен Қайман. Сол аяққа қарай жақсы салады. Өзінің Қайманның өзінің дене бітімін көріп отырсыздар ғой, батырға лайықты дене пішімі, атқа лайықты туған палуан. Кешегі ересектер арасындағы аты Алашқа әйгілі болып жүрген Қайыржан Сүлейменовтің інісі ағайын, бұл Қайман Нұраділ деген. Бұлар өзі 3 ағайынды 6 жастан бастап ат құлағында ойнап,
Кайыржан Сүлейменовтің ізін басқан Қайман Нұраділ болса, Қайман Нұраділдің інісі Мейіржан Мәтжанның да бар екенін айта кетейік. Мінеке ағайынды Сүлейменовтер әлі де болса Қайман Нұраділдің тақымында. Мінеке, жарайсың Қайман Нұраділ. Екінші салымның егер атанды ағайын. Құттықтап қояйық. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің белді палуаны бір университетінің туын желбіретіп отыр. Қараңыздар ағайын, салыстың өзі, шабыстың өзі, намыстың өзі бір үйлесімді, бір арнаға сыйысып отыр ағайын. Жігіт намыстан, тұлпар чабыстан өледі деген осы. 2-0 есеп. Енді ортадағы қайтадан серкеге қарай асып келе жатқан 6-1-дей палуан. Қазақ ұлттық университетінің палуандарына тірілу керек, ояну керек. Алаңның ішіне кірген кезде күйбің тірлікті ұмыту керек. Тек ойдың бәрі осы алаңның ішінде болу керек ағайын. Жігіттің жігіттілігі. Алаң сыртына шығып кеткен оқиға, қайтадан енді ортаға назар аударайық. Осы жекпе-жекті жанымдай жақсы көрем өзім. Қазақтың қанында біткен қасиет қой, жекпе-жек. Міне ортадағы жекпе-жек қайтадан Ерманның жекпе-жекке шықты. Ерманмен бірге мінекей Дулат Еспергеновтің, Ерман Жақсылықовтың жекпе-жегі. Міне Дулат Еспергенов дес бермей жекпе-жекке жеңіске жетті. Дулаттың аттан сыпырылып түсіп қалған сәті қалай болды деген. Есеп 3-0 мінеке. Аттан құласа да салттан құламай өзінің салымына ие болды. Дулат Еспергенов, жарайсың. Мына Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуандарына қарасаң, бір ауызбіршілігі мол, бір командалық ойын жақсы ойнайды екен да. Бір-біріне пас беру, бір-бірін түсіну, бірі келіп біле алмаса екіншісі келіп біліп кетіп. Міне Қайман Нұраділ бағана 2 салымның егер атанса, мінеке Дулат Еспергенов 3-ші салымның егер атанып отыр. Қазақ ұлттық аграрлық университетінен көп осы жарыста мүмкіндік күтуге болады. Жарыстың жеңімпазы болып кетуі әбден мүмкін. Қараңыздар, ереже бұзылды ма? Қазір төрешінің ешқандай ереже бұзылған жоқ. Батырхан жақсақ еңкейді. Бірақ аттың келіп қаққанында дес бермей орнынан тік тұрып қайтадан мойымай, қараш, атқа қарай асығып бара жатыр. Міне жігіт, міне қазақтың жігіттері тұяқ келіп сындыруы мүмкін емес. Міне алаң сыртына шығып кетті ағайын. Қайтадан енді ортадағы жекпе-жек. Қараш ағайын, қараңыздаршы Батырханның еңкейгені. Мына жақта Абылайхан Қожамбердиевтің қаққаны. Бірақ ешқандай төрешінің бұйрығы болған жоқ, ойын жалғасу үстінде. Міне ортадағы жекпе-жекке қайтадан назар аударайық. Қайман мен Ерман Жақсылықтың жекпе-жегі. Қайманның астындағы тұлпар сабап келіп қазандыққа қарай асығудың жолы ғой. Мына ортадағы жекпе-жек салымның бастамасы. Міне Қайман Нұраділ жекпе-жектен жеңілгенін көрмейсің осы палуан. Қараш, қамшының салысы, кешегі батыр бабалардың бір көрінісі да, отырған отырысы, қисайып барып. Міне алаңның сыртына шығып кетпейін деп өзінің құрама командасына әдемі тастап кетті әдейі. Қараш алаңға. Соны әдемі пайдаланып кете алмады. Пайдаланып бір-бірін іліп кетіп жатса, мүмкіндікті жібермеу керек. Бұл көкпар секундпен, минутпен есептелетін көкпар ғой. Әрбір секунд, әрбір минут қымбат. Егер құрама команда жеңіске жетсін десең, бұл уақыттың әрбір уақытты құр жібермеу керек. Мінеке әлі де болса алаңның ішіндегі жағдай алаң сыртына шығып кетті. Бүгінгі төреші Ардақ Мырзабайдың әділ төрешілігін өткізіп жатыр ағайын.
Ал құрметті ағайын, екінші таймға назар аударайық. Бірінші таймды көрдіңіздер, есеп 3-0 есебімен аяқталған болатын. Енді бұл жерде уақыт Қазақ ұлттық аграрлық университетіне жұмыс істеп жатыр. Қазақ ұлттық университетінің палуандары екінші таймда теңестірмесе, қуып жетіп салынғайы болмаса жағдай қиынға соғады. Міне, өзінің айтып болмай Ерман Жақсылықов оңықта сезгендей-ақ бірден Серкеге жабысып тақымға басып үлгерді. Уақыт болса өтіп жатыр. Сондықтан да Қазақ ұлттық университетінің жігіттеріне уақыт аз. 3-0 есебімен жеңіліп жатыр. Жылқының да білесіздер ағайын, ақылды жылқы адам сөйлескенше, жылқы кісінескенше болса, адамның сөзін түсінетін жылқылардан да айналып кетесің. Дір дегенде тоқтап, шөдеген кезде шабатын жылқылардан айналасың. Жалпы ақылды жылқының сипатын өздеріңіз де білесіздер. Жылқының ақыл сезімнің деңгейін білу үшін оның байлаулы тұрған жеріне келіп, әсем әуезді әнді айтсаң, әуезді сөзді, әуезді әнді тыңдаған жылқы дүркін есінейтін болса, бұл көкпардың әдіс тәсіліне тез үйренетін ақылды жануар болған ағайын. Сондықтан да ат сезімтал болу керек. Жігітте осыға лайықты болу керек. Мінек ағайын, қайтадан Қайман Нұраділ 4-ші салымға иеленіп, өзінің құрама командасын алдыға сүйреп жатыр. Тек қана алдыға қарай талпынған Қайман Нұраділден айналайын, осындай қазақтың ұлдары тартыншақтанбай, артқа қарамай, тек қана алдыға қарай ұмтылса, қазақтың болашағы осы жастардың қолында ағайын. Бүгін Алматы деген шаһарға, Қазақ ұлттық аграрлық университетіне білім алайын, ілім алайын деп, өсіп өнейін деп, мектепті бітіріп студенттік өмірге қарай жол басқан кезде осындай көкпармен қауышып жатыр ағайын. Ауылда өскен палуандар ғой, ауылдың құртын, майын шұбатымен қымызын ішіп, қаланың кейбір зәйттарын жақтыртпайтын осындай палуандар ат үстінде ағайын. Мінеке, көздеріңіз көріп отқандай қағып соғып, Қайманды басқаша Серкені тартып алу мүмкін емес. Астындағы атын қағып соғып, алаңға шығарып жібермесе, Қайманнан көкпарды, Серкені жұлып алу қиынға соғады. Бұның себебі әкесі тартқан, кешегі атасы тартқан, бабасы тартқан көкпар әбден қанына сіңіп қалған қасиет қой. Міне, Ерман мен қайтадан Қайманның ортадағы жекпе-жегі қараңыздар ағайын. Чоқтық пен тұяқтың арасындағы Серкені Ерман Жақсылықов өзі жекпе-жекті жақсы көретін палуан. Оңтүстік Қазақстан облысының азаматы, қазіргі таңда Қазақ ұлттық университетінің студенті Ерман Жақсылықов. Ал Ерман барынша кіріс, әлде болса 4-0, әлі бірде есеп ашылмады. Қазақ ұлттық университетінің палуаны Нұрбол Бөрбекке ауысты. Нұрбол Бөрбек не істейді екен? Астындағы көк тұлпармен келіп, мінеге қараңыздар шағайын. Нұрбол Бөрбектің астындағы көк тұлпарын көп дайындық қажет сияқты. Қазандықтың түбіне келген кезде жылқының тоқтайтын уақыт еді. Тоқтамады. Атпен бірге құлап кеткен сияқты. Анан қараңыздар ағайын. Ат тәбден ашықтырған ғой деймін. Так асқан жылқы ғой деймін. Ана қазандыққа әдейі нығыздалған чөпті жеп үлгеріп жатыр. Жануар енді өзінің азығын осындай алаңның ішінен түзден іздейді ғой. Енді көкпарда неше түрлі жағдайлар болып жатады. Неше түрлі жағдай кездеседі. Бұл көкпарда өзі қағат, соғат, чайқасат, құлайды. Бірақ енді мына аттың келіп, чөпті бір тістеп кеткен әбден қызыққа соғып жатыр. Көрейік мінеке, әлде болса бағанағы Нұрбол Бөрбектің келіп, салайын деген салымы салынбай атпен бірге құлап, Серкемен бірге жұлынып кеткен көрдік. Содан бері әлі есеп ашылмады. Қараш, әдемі келді. Қараңыздар, құлайтын таяқ жер емес қой. Ақырын келіп аттың басын тоқтатып, қазандыққа салатындай уақыты бар ғой. Асықпау керек еді. Бірақ енді мінеке қайтадан Ерман Жақсылықов жекпе-жектің жалғыз өзі
Ана көрдіңіздер, аты бас бермей палуан құлатып кеткен сәтте Ерман Жақсылық өте мұқият пайдалана білді. Тастай болып қатып қалған тақым Ерман Жақсылық салымды салғысақ келіп жүр, бірақ ыңғайға келмей жатыр. Үш палуан бір-біріне көмектесіп, бір-біріне жағдай жасап, ыңғай жасаған кезде ғана жеңіске жетеді. Бұл Ерман Жақсылық бұл жалғыз өзі қаяққа барады оның. Қараңыздар шағайын. Намыс! Аттан ауып, аттың мойнынан. Қараңыздар шағайын. Бір аяғы ерде, бір аяғы жерде. Ерман Жақсылық аяңғы үзеңгілігін түседі. Ерман Жақсылық қайтадан тік тұрып, атына қайтадан қарғып мініп. Енді бір университеттің намысы ғой. Қазақ ұлттық университетінің намысын қорғап жүр. Міне Ерманның құлаған Дәулет Есбергенов жақсы пайдаланды. Мінеки Дәулет Есбергеновтың салым. Жарайсың. Міне ағайын, көрдіңіздер ғой, біреу құлап жатса, бір құлаған мүмкіндікті пайдаланып кетіп жатыр ағайын. Бұл көкпар құлап жатқанға, жылап жатқанға, сүрініп жатқанға қарамайды. Ал құрметті телегөрермендер, өздеріңіз көріп отқандай-ақ, есеп 5-0 болып аяқталды. Мінеке ардақты ағайын, Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен Қазақ ұлттық университетінің ойынын тамашаладыңыздар. Есеп 5-0 Қазақ ұлттық аграрлық университетінің еншісіне жазылды. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің салым салған палуандарымен таныс болыңыздар. 3 бірдей салымның иесі Қайман болса, бір салымның иесі Батырхан, тағы бір салымның иесі Дәулет палуанның еншісіне жазылды. Өзінің құрама командасын 5-0 есебімен жеңіске жетеледі. Осы бір ойынға мән беріп қарайтын болсаңыздар, өткен жолғы ойында Алматы энергия және байланыс университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 2-1 ойында есеп 5-10 болып аяқталған болатын. Бірақ десек те Қазақ ұлттық аграрлық университеті бүгінде 5 ұпай. Бұл аграрлық университетінің өзінің командалық ойынның өте қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді. Командалық бір-біріне пас беріп, пас алмасып, ауызбіршілікпен бір-бірін түсініп ойнағандықтан міне 5 салымға ие болды. Өткен жолы жеңілсе де, бүгін сол 5 салыммен жеңіске жетіп отыр ардақты ағайын. Аграрлық университетінің командалық ойыны қарқынды дамып келе жатыр. Қазақ ұлттық университетінің ойынын тамашаладыңыздар. Бұл ойынды да көрдіңіздер. Өткен жолғы Қазақ спорт және туризм академиясымен ойнаған кезде бір салымға ие бола алмады. Бұл бір салымға ие бола алмады дегеніміз осалдыққа келіп тірелмейді. Жалпы бұл Казгу университетінде мықты палуандар ойнап жүр. Мысалы, таныстырып кететін болсақ, бұл құрама командада Нұрбол Бөрбек, Абылайхан Қожамбердиев, Ерман Жақсылық 6 жастан бастап ат үстіне мінген азаматтар. Бірақ жаңаша форматта өткеннен кейін бұл көкпарда бір өздеріңіз көргендей-ақ Серкеде жаңа макет қолданып жатыр, оның орнына Қазандықта жаңа 3 палуаннан ойын көрсетеді. Сондықтан да бұл құрама команда бір-біріне әлі де үйлесемей жатқан сияқты. Бірақ болашақта бұл палуандардан зор үміт күттіреді. Қазақ ұлттық университетінің белді палуандары келесі ойындарда үздік құрама командалардың қатарынан көреміз деген ойдамыз.